жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультеті. Менің сүйікті командам. Қалқаман Сарин, анашым. Кеш жарығы мерекелеріңізбен! Қандай мереке сонша? Бүгін бізде бірде 3 мереке. Біріншісі Алматы қаламызға 1000 жыл. Ойлап қарашы, Алматыға 1000 жылғы осыған дейін Алматы қанша рет пенсияға шығып тастағанда. Құмай! Ол ештеңе емес, сүйікті университетімізге 60 жыл. Университетімізге 60 жылғы да туған күнімен құттықтауға барып, Ату, туған күніңмен деп жүгіріп барып қысып, дегенде 11-ші жастан Ержан Бағлан бәрі пум-пум деп секірді. Ол ештеңе емес, Қазақ хандығына 551 жыл. Жаңағы Қазақ хандығына 551 жылғысын, Алматымызға 1000 жылғысын, Атуға 60 жыл, үшіңіз туған күнде отырады дейді, сосын Алматы мен Қазақ хандығы Ату ішпе жазсын ғой деп айтады. Бірақ қайда ішіп қояды. Жігіттер, бізге бұлай бастаған болмайды. Біз бұлай жартылай финалға өте алмаймыз. Бізге көмек керек. Мен білем қандай көмек керек. Қараңдар. Ой, сұлу соқпа әлілер. Не үшін жақындар? Бізге көмек керек. Қандай көмек? Жартылай финалға шығу керек. Ұйымдастырушыларың кім? Айдын айтпасов. Өзіңіздің Айдекең ба? Айдеке? Айшы, не істеу керек? Ыдыс жуу керек па, Айдеке? Бала бағу керек па? Әлде аккумуляторыңды ауыстырып берейін ба, Айдеке? Чемпион болу керек. Чемпион? Үйлену керек маған. Үйлену керек? Ай, осы сендер өте алмай қаласыңдар ау. Резерв бар емес па, жігіттер? Жігіттер, уайымдамаңдар, бүгін біз жартылай финалға өтеміз. Оңтүстігімен артық алған бәрін танимын. Қараңыздар, Ерекең отыр, Әбекең отыр, Уәкең, Ерекең, Аманжан. Жігіттер, бізге өту үшін мықты дайындық керек. Сондықтан жігіттер, микрофон жігіттер ма, жағын? Ал, ендеше жаңа құрам мен жаңа команда, сіздердің сүйікті командаларыңыз, қабыл алыңыздар. Тағы да кеш жарым, көреміз өте мәдениетті репер. Искотственный, пацан измотанный. Домой идет уставший, но с работы он. Мамуля, ты пойми! Көреміз, таныстары көп әнші өзінің жеке концертінде. Ассаламалейкум, қазақ елі, концертіне қош келдіңіздер. Бәке, қалайсыңдар? Сәкен, Арман кеп алып, класстастар бәрі кеп алыпсыңдар ғой. Бәрі сол баяғандар ғой, ұлы ән жоқ менде. Қалай бұл ән жоқ? Айқайлама, билет сапап келген адам соқтысың ғой. Болмаса шығыңдар үйден бәрін. Шық! Шешімін кеш қабылдайтын бала дүкенде. Сонысы маған бір сабын бересіз ба? 1000 теңге. 1000 теңге? Ол қымбат қой. Жарайды, бересіңізші бір. Тойдың реттілігін қоя алмайтын асаба тойда. Ой, бәрекелден мына оң жақтағы бірінші столға сонау тараздан келіп жатқан құдағай, құдаша құда балдар. Және осы әулетіміздің ұсақ балдарын отырғызамыз. Тамашалаймыз, өте ұялшақ жауынгер соғыста. Көріпкен ағамыз дүкенде.
Сәлеметсің, не керек? Вообще жоқ па не? Құрметті достар, сөз соңында біз үшін бүгін қос бірдей мереке. Біріншісі фестиваліміз болса, екіншісі бүгінгі біздің әуен мен әурлеушіміз, досымыз Бақытжанның туған күні. Бақытжан, қошеметтер қойыңыздар. Туған күні құтты болсын Бақытжан. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен демеушілері тек галстукке ғана ақша бөлген менің сүйікті командам. Рахмет.